Сәби сүйгім келеді. Үшінші бөлім. Жолдасы ашуланып тыңдамай үйден шығып кетті. Артында жылап жаңыл қалды. Енді не істедейсің маған? Саған бір ұрпақ туып бере алмадым. Саған жасаған жақсылығым тек осы ғана еді дейді. Әбден жылаған жаңыл ұйықтай алмай, барлық ойы қалай жасасам дұрыс болады. Алла маған дұрыс жолыңды көрсете гөр деп жатыр. Түннің бір уақытында Ерлан келді. Өзі ішіп алғанға ұқсайды. Арақтың иісі бөлмені алып кетті. Жаңыл өтірік қана ұйықтап жатқандай кейіп танытып жатыр. Ерлан қасына келіп жатты. Жылап жатқаны білінеді. Қанша ер азамат болса да, бұл жағдай оған да қиын соғып жатқаны анық. Өзімен өзі сөйлесіп қояды. Жаным, сені жақсы көремін ғой. Сол үшін де балам болмаса да разымын. Сенімен өткен әрбір күнім бақытқа толы. Сенің күлімдеп жүргеніңді көрсем болды. Еш мұңаймашы, маған тоқал дегенде айтпашы. Мені олай қинама, дейді. Бұл сөзді естіп жатқан Жаңылдың көзінен жас еріксіз ағып жатты. Таңертеңгісін ештеме естімегендей, ештеңе болмағандай Ерланға қайта күлімдеп жүре берді. Ерланның сөзінен кейін мен күлімдеп жүрсем, Ерлан бақытты екен ғой деген ой келді. Өз-өзін қамшылап, енді Ерланға бала асырап алу жөнін айтпаққа бел буды. Ерлан осы жайында талай сөз қозғағанда, бірақ Жаңыл келіспей жүрген еді. Мен сенің балаңды туып бергім келеді, деп міне бүгін асырап алу жөнінде сөйлесіп, екеуі өзара келісімге келді. Екеуі де бақыттан бас айналып жүр. Осы жаңалықпен бөліскен болып, қайын әпкелерін үйге шақырып өз шешімін айтады. Ерлан бұл уақытта жұмысында еді. Бұндайды күтпеген қайын әпкелері қуанып құттықтап жатыр. Жаңыл бәрінің қуанғанына өзі де қуанышты болып жүр. Тамақ шайларын беріп, сиыр сауып келейін деген Жаңыл сыртқа шығып кетеді. Қора жаққа барса, бұзауы еміп қойған екен. Қой бүгін маған сүт бұйырмаған екен, деп үйге ерте келіп қалады. Есіктен кіргенде өз құлағына өзі сенбейді. Бір әпкесінің сөзін құлағы шалып қалады. Әпкесі Ерланның бала сүймейтінін білсе не болар еді деп жатқан екен. Аптығып ішке кіреді де, сіз не деп отырсыз, дейді әпкесіне қарап. Дұрыс түсінбей қалдың деп әпкесі ақталып әлек. Жоқ, мен бәрін естідім. Бұл қалай болғаны, Ерланның бала сүймейтіні? Сіз бәрін біліп ештеңе айтпадыңыз ба, дейді.